Суретші ханымның хикаясы. Біраз ақы төсек тартып жатқан әкей көптің қабырғасын қайыстырып, бүгін таңда көз жұмды. Әкесін жоқтап басқа қалаларда тұратын үш қызы түс болмай жетіп келді. Жаназадан соң марқұмның заңгер болып жұмыс істейтін досы үш қызды қастан шақырып алды. Ол досының мұраға қатысты аманатын жеткізбек. Әкей үш қызына өзінің көзі тірісінде жеткен аз ғана дүниесін бөліп қалдырып кетіпті. Сондағысы үй, дүкен және қылғалам. Қылғалам қызық екен, бірақ бұл мұра тек қана байлық немесе заттық құндылықтармен шектелмеген еді. Ол әрбір қыздың жан дүниесіне, өмір жолына бағыт берер бірегей құндылықтар болатын. Үлкен қызына әкесі дүкен қалдырыпты. Бұл дүкен тек сауда орны ғана емес, тұтас бір отбасылық кәсіп пен еңбекке деген сүйіспеншіліктің белгісі болатын. Әкесі сол дүкенде қаншама жылдар бойы еңбек етті. Үлкен қызының тұрмысы бақуатты. Өйткені ол да сауда саласында жүр. Сауданың тілін тұңғышын білер деген болар. Сондықтан да тұрмысы бақуатты болса да, тұңғыш қызына дүкен қалдырыпты. Екінші қызына әкесі үйін қалдырыпты. Бірақ бұл үй тек қабырғалар мен шатырдан ғана тұрмайтын еді. Қара шаңырақ, жайлылық пен мейірім, туыстық пен махаббаттың орны еді. Екінші қыздың мінезі өте жайлы, өзі бауырмашыл. Әке-шешесінің жағдайына үнемі алаңдап, күнде хабарласып тұрады. Көрші қалада тұратын ол төркіндеп жиі келетін. Үй тірлігіне көмектесіп, бау-бақшаның жұмыстарын да қапыда қалдырған емес. Бізге ең көп алаңдайтын осы қызым еді. Көзім қайтқанда анасының жанынан жалау болады деп тұжырымдаса керек әкей. Сол үшін де қара шаңырақта екінші қызының атына аударуын жазып кетіпті. Ал кенже қыз Ұлпанға әкесі қылғалам қалдырыпты. Қағазға ораулы затты ашып көрген кенже қыз дәл сол сәтте ештеңеге түсінбей есеңгіреп қалды. Бірақ қағаздағы жазуды оқып, өкіріп жылап жіберді. Мұнысы несі? Кенжетайым Ұлпаным, сен қазір түсінбессің. Мен саған қылғалам қалдырдым. Уақыты келгенде мұның баға жетпес байлық екенін түсінесің. Мен көрген қиындықты сен көрмесең екен деп тілеп едім. Сол үшін де сенің суретші емес, дәрігер болғаныңды қаладым. Дәрігер болуға сені мәжбүрледім. Сол үшін сенен кешірім сұрап, осы қылғаламды қалдырып бара жатырмын, деп жазыпты қағазға. Қылғалам тек сурет салу құрал ғана емес, қыздың жүрек түкпірінде бұғып жатқан арман құлпының кілті еді. Өмірінің соңғы сәтіне дейін қызының ішкі сарайында бұғып жатқан арман құлпының кілтін оған ұстатпай келді. Нәтижеде кенже қыз әлі күнге өмірге кірпіш болып қалана алмай келеді. Дәрігерлік оқуға мәжбүрлеп түсіргенмен оны аяқтамай тұрмысқа шығып кетті. Тұрмыста да жолы болмай, 3 рет отбасын құрды. 3-ші күйеуімен де ажырасып кетті. Не тұрақты жұмысы жоқ, не күйеуімен тату өмір сүре алмайтын Ұлпан шынында да бақытсыз жан болатын. Өзіне не керек екенін білмей, жоғын іздеп, жаны аласұра беретін ол, сол күйгелектігімен жанына жолаған жандардың да мазасын қашыратын. Өзге елдер секілді бір күйеуге шығып, перзенттермен тып-тыныш, отбасы бақытына бөленіп өмір сүру Ұлпанға бұйырмапты. Теген күйеулері анау айтқандай жаман болмаса да, өзінің сәл нәрсеге шытынай кететін шырт-пырт мінезі тұрақсыздыққа, бақытсыздыққа итермелей беріпті. Сол бақытсыздықтың құпиясы осы қылғалам екенін әкей өмірінің соңғы сәтінде түсінген ғой. Түсініп, осы қылғаламды қалдырыпты. Ал Ұлпанның өзі дәл сол сәтте түсінген жоқ. Түсінбегендіктен әкем мені мазақ етіп кетті ме деп іштей қиналып, өкіріп жылаған. Неге менің еншімде тек қылғалам ғана? Мен әкемнің өгей қызымын ба? Деп іштей қайталай берген еді ол. Мұны әділетсіздікке балап, жанын қызғаныш қинады. Екі әпкесіне ала көзденіп, олармен ұрсып та қалған. Әке соған шамалы болса да, ақша қалдырса дәл осылай қиналмайтын еді. Қызғаныш пен реніш жанын жегідей жеп, көзіне жас тоқтаған жоқ оның. Кенже қыздың тоқтаусыз егілуін әкесін жоқтағаннан болар деп топшылады басқалар.
Ол тек өзіне бұйырмаған дүниелерде емес, сол дүниелер арқылы әкесінің оған неліктен солай жасағанын түсінгісі келді. Әкесі оны дүкен мен үй сияқты сыртқы құндылықтарға лайық көрмей, қылғаламға ие болғанның қалауын ұғынғысы келді. Дүкен мен үйдің әпкелеріне бұйырғанына өзінің әділетсіздікке ұшырағанын сезінді. Жүрегі ауырды. Мен кіммін деп сұрай берді өзінен. Неге мен тек қылғаламға ғана ие болдым? Неге менің қолымнан дүкенді жүргізіп, ақша табу немесе қара шаңыраққа иелік ету мүмкіндігі бұйырмады? Тіпті азаматтарым да безе береді. Мен жүрген бір сұмырай болдым ғой деген сұрақтарға жауап іздеген сайын өкпесі ұлғайып, өмірден түңіле берді. Әке мұрасы бұлай бөлінуі жан жарасына тұз сепкендей болды. Онсыз да жеке өмірі мәз емес қой. Өмірде де дұрыс таңдау жасамаған үшін оның жаны қатты қиналып, өткен өмірінің қателіктерінің нәтижесін осы кезде тағы да сезіне түсті. Әпкелерім сияқты бір күйеумен тұрақтап, тып-тыныш отбасын тербетіп отырған жоқпын. Тұрақты жұмыс тауып, табысты да бола алмадым. Өмірде де, тұрмыста да жолым болмай, әлі күнге өз орнымды таба алмай, өзімді тани алмай, қаңқалақтап жүргендіктен солай мені шеттеткен болар деп ойлады. Өзін аяп жыламады бұл кезде. Өзін шек көріп, көз жасын төгіп еді. Бірақ әкесі оған мұраны әділетсіз бөлген жоқ. Әкесінің берген қылғаламы, үй мен дүкенді мың орап алатын құнды мұра екенін ол сол кезде түсінген жоқ. Қылғаламды қолына ұстап, жылап отырғанда анасы оны түкпірдегі бөлмеге ертіп апарды. Ескі сандығын ақтарды да, әкең менің сақтап қойғанымды білмейтін. Міне, мынау суретті әкең жас кезінде салған. Сурет салуды жақсы көретін. Бірақ сол өнері ортасында әділетсіздіктер жиі кездесетін. Туындылары өзінің ойындағы бағаға ие бола алмай, талай күйінген сәттерінің куәсімін. Жас отбасымыз ғой, тұрмыс тамшылығын көп көрдік. Мен сендер кішкентай болғандықтан жұмысқа шыға алмай үйде отырдым. Әкең сурет салумен ғана бізді асырай алмайтынына көзі жетіп, бірде қылғаламдарын сындырып, лақтырып, суреттерін өртеп жіберген. Мен білдірмей, арасынан осы бір суретті алып қалдым да сандық түбіне сақтап қойдым. Бұл суретті әкеңе ешқашан көрсеткен емеспін. Өйткені оның жан жарасын тырнағым келмейтін. Ол саудаға кеткен соң тұрмысымыз түзеліп, көшке ілесіп кеттік. Бірақ оның жүрек түкпірінде бір өкініші бары сезетінмін. Әкеңнің сол тұншыққан өнерін сен бойыңа алып өстің. Кішкентайыңнан суретті тамаша салатынсың. Мектепті бітірген соң суретші мамандығын таңдауыңа әкем екеумізде қарсы болдық. Өнер жолы қиын жол. Көрдік қой, сенің қиналғаныңды қаламап едік. Тағдыр екен, бұйыртқаны осы болды. Міне, әкеңнің салған суретін қарашы. Саған қылғаламды беріп кеткеннің өзімдік белгісі бар. Әкең саған не айтқысы келді екен? Ақылың бар ғой жарығым, түсінген шығарсың енді. Жылама, деді анасы. Ұлпан анасының қолында әкесі салған суретке ұзақ үңіліп қарап отырды. Бүкіл жан дүниесі төңкеліп түскендей күйгенген ол анасының кейінгі сөздерін есткен жоқ. Құлағы керең болып, табиғат пейзажы бейнеленген қағаз ішіне кіріп кетті. Осы кезге дейін өзінен не керек екенін білмей аласұрған ол жанының тыныштығын дәл осы қағаз бетінен тапқандай болды. Ұзақ жылдар еңсесі езген ауыртпалықтан айығып, дәл сол сәтте бойында бір жеңілдік пайда болып кетті. Дәл сол сәтте Ұлпаннан мұра жайлы ауыр ойлар ұшты күйлі жоғалды. Қылғаламды бұл да жас кезінде жақсы көрді ғой. Қылғаламына мінгесіп, қиял көгінде еркін самғағысы келіп еді. Бірақ әке-шешесі аяқтан тартып, тартысымен шабысы көп қу тіршілікке тықпалағысы келді. Қу тіршіліктен орнын таба алмай, міне, әлі күнге өзіне не керегін түсіне алмай жүреді. Анасының айтқан сөздерінен кейін мән-жайды ұққандай болған ол көңілі жайына түсіп үйіне қайтты. Бірақ жаны тағы да қинала бастады. Әкесінің қалдырған ең қымбат мұрасының үддесінен шыға ала ма екен? Қолына қалам алмағалы қай заман? Тұрмыстың тоқпақтары бұғанда қолына қалам алып, қиялын өрнектеп отыруға мұрша бермепті. Әкесі қалдырған қылғаламды аса бір қымбат заттай аялап, қолына алған сайын оның жүрек соғуы да жиілей берді. Бұл мұраның
ауыртпалығын сезінген сайын түн ұйқысы қашып, таңды ұйқысыз атыратын болды. Айналып келгенде өнер деген шабытқа келіп тірелетін Ұлпан міне бүгін түсінді. Ол жалғыз өзі үйіне сыймай серуенге шықты. Орталық ығы-жығы, қым-қуыт тіршілік болғандықтан қала шетіне баруды ұйғарды. Осы кезде көрді ғой әсемдікті. Мұндай әдемі көріністер өмірінде талай рет болып жатқанда шығар. Мән бермеген, назар аудармай келіпті осы кезге дейін. Бірақ бүгін әрбір көрініске аса бір мән беріп қарады. Қандай керемет көрініс, ғажап қой бұл деген. Мұндай көріністер айналасына толып жатыр. Қалай байқамаған, қалай сезбеген осы кезге дейін. Ұлпанның жүрегі алып ұшты. Ешқашан сезінбеген бір ерекше керемет күйді сезінген ол үйіне асығыс жол алды. Жолай дүкенге кіріп, әртүрлі бояу мен сурет салатын үлкен қағаздарды сатып алды. Үйге келе салысымен бояу мен қағаздарды бөлме ортасына жайып жіберген ол екі білегін сыбанды. Дегенмен қылғаламды ұстағанда қолдары дірілдей бастады. Қалайда әлгіндегі көріністі мынау қағаз бетіне түсіру керек. Бірақ саусақтары дірілдеп, көзі бұлдырлап, жаны толқып, бір беймәлім күй мазалағаны рас. Осы кезде ол төбеден өзіне күлімсірей қарап тұрған әке бейнесін елестетті. Сол-ақ екен, қылғаламға желімдей жабысқан сүйріктей саусақтары ақ қағаз бетінде еркін билей бастады. Көз алдында әлгі көрініс. Алайда алғашқы туындысы өзіне сәтсіз шыққандай көрінді. Қала шетінде бой көтерген жаңа үйлердің төбесінен тізіліп ұшқан құстарды қағаз бетіне өз көңіліндегідей түсіре алмады. Жылы жаққа бет алған көп құстар мұны осынша уақыт мазалап келген ауыр ойларын алып кетіп жатқандай ішкі дүниесін көрсеткісі келіп еді. Оның туындысы тек сыртқы әлемді ғана көрсетіп тұр. Құстар жылы жаққа ұшып барады. Басқаша болғанда да өзінің жаны мен ішкі күйімен байланыстырғысы келген. Ол бейнелеу арқылы өзінің әлемін толық ашып көрсеткісі келеді. Бірақ қалай бейнелеуді білмей, ақ қағазды бірінен соң бірін шимайлай берді. Әкесінің артында қалдырған мұрасы тым үлкен, тым ауыр екен. Түн ортасы ауып, жұрт түгел ұйқыға кеткенде, мұның пәтерінде ғана жарық сөндірілмеді. Бөлмесінің қақ ортасына бояуларын құшақтап отырған Ұлпан, әкем мені бұл жолда жалғыз қалдырғанмен қоймай, өзінің орындалмай кеткен арманын да арқалатып тастап кетті. Мен бұл жүкті көтеруге шамам келеді ме екен, деп ойланумен таңдатырды. Сонда да ол әкесінің жолын жалғастыру үшін сол жолды өз сезіммен толтырып, өзінің даусымен жаңартып, қылғаламды жаңа өмірге енгізу керектігін түсінді. Қылғаламын қағаз бетінде еркін ойнатып, көркем бейнелей алса, әкесінің ізі өшпейтін сезінді де бұл өнерді сүйіспеншілікпен, сеніммен ақтаруға бел шешті. Оның көкірегінде толқындар ойнап, көзіне моншақ жастар төгілді. Қылғаламды қайтадан қағазға жақындатты. Әкесінің бейнесі жүрегін тебірентіп, ол суретке түскен сайын әрбір бояу бір жаңа кезеңнің, жаңа өмірдің бастауы секілді сезіле бастады. Әкесінің аруағы қасынан алыстамай, әр суретпен бірге тыныстап, оның қимылдарын бақылап тұрғанда еді. Әке бейнесі енді оның жанында ғана емес, салып жатқан суреттерінде де өмір сүріп жатқандай. Әке, мен саған уәде беремін. Осы қылғалам арқылы мен сенің арманыңды да, өз арманымды да орындаймын деп күбірлеп еді сол кезде Ұлпан. Әкесі қалдырған қылғалам шынында да жай құралғаны емес, оның артында ұлы ғұмырдың, бейнеленбеген армандардың, шексіз үміттің күші жатыр еді. Ол енді өз жұмысында тек үмітті ғана емес, өзінің шынайы болмысын ішкі әлемінде бейнелейтін болады. Қылғаламмен өз дүниесін бейнелеу, әр сызықпен жан дүниесін түсіру, әр түспен әлемді өз көзімен көру, оның кішкентай кезінен бері толассыз тереңдеп қайнап тұрған сезімі еді. Не үшін дәрігер болуым керек, әке? Мен неге суретші бола алмаймын? Деп жиі сұрайтын ол мектепті бітірер шақта. Әкесі оның сұрақтарын әдеттегідей сабырмен тыңдаса да, жауабында сенімсіздік байқалатын. Ол суретшінің жолы оңай емес, қызым. Әсіресе қыз балаға өнер жолы ауыр жол. Сен болашақ анасың. Қыз мұраты жақсы жар атанып,
өмірге ұрпақ әкелу. Ал дәрігер болсаң, қоғамға да, отбасыңа да пайдаң тиеді деп сөзін қайталай беретін. Әкесінің осы сөздері ұлпанның жанын сыздататын, бірақ ол сонда да суретші болуым керек деп іштей өз қалауынан қайтқысы келмейтін. Алайда әкесі оны дәрігерлік оқуға түсіріп, өзі қаламаған мамандықтың жолына салып жіберген болатын. Дәрігерлік оқу оны қызықтырған жоқ. Дәрі-дәрмектің иісіне көңілі айнып, бас айналатын. Әкесінің үмітін ақтауға, оның қалауына сай болуға ғана тырысқанмен, қиялы басқа жақта ұшып жүретін еді. Бірінші курстан кейін ол оқуын тастады. Сурет салып, сұрықсыз күндеріне түрлі түсті бояу енгізуді армандаған. Десе де, әке-шешеге айтпай, өнерге бет бұра бастаған шағында алып қашудың құрбаны болып, тұрмыс тәлкегіне ұшырады. Бірінші күйеуімен бірге ұзақ өмір сүре алмады. Сүріп жатқан өмірі, күйеуінің мінез-құлқы ұнамай, баласы Мадияр жастан асқанда ажырасып тынды. Одан кейін сол жалғыз ұлды асыраймын деп, жұмыс істеп, уақытты артқа тастай берді. Уақыт өте екінші күйеуін жолықтырды. Онымен де бір шаңырақ астына тұра алмады. Еш себепсіз керілдесіп қала беретін. Сонымен үшінші күйеуімен де тұрмысы сәтсіз болды. Күйеуі үй-жайды тастап кетіп бара жатып, сенімен бірге өмір сүру оңай емес. Үнсіз жүрсең де жан дүниең айқайлап жатады. Сол айқайың менің де тыныштығымды бұзады. Біз бірге бақытты бола алмайды екенбіз, деген еді. Солай тұрмыстың күйбеңімен арпалысып жүргенде суретші болу арманы айдалада қалып, күйкі тірліктің құлына айналып шыға келіпті. Үшінші күйеуі солай айтып кеткен соң, бұдан кейінгі тағдырын ер азаматпен байланыстыруды доғарған. Содан бері жалғыз. Ұлы Мадияр ер жетіп, студент атанған. Басқа қалада оқиды. Пәтерінде жалғыз өзі тұрып жатқан жайы бар. Таңға жуық көзін бір іліндіріп алған ұлпан жаңа адам болып оянды. Төсегінен тұра салып, дудыраған шашын да жинамай, қолына әкесінің қылғаламын алды. Бұл кезде бәрі де басқаша еді. Қылғалам арқылы жылы мекендеріне қайтып бара жатқан құстардың бейнесін ғана емес, өзінің ішкі табиғатында жылулық еніп жатқанын бейнеледі. Сурет аяқталғанда ұлпан оны қарап тұрып терең тыныс алды. Сурет шын мәнінде оны қайта тірілтті. Қағазға түскен әрбір сызық өміріндегі жаңа жолды тауып, бәрін қайта бастауға деген сенімін оятты. Әкесінің қылғаламы оны тірілтті. Өзін танып білуге, шынайы болмысын қабылдауға жол ашып берді. Қылғаламмен түстер әлемі оның өткен қателіктері мен қайғы-қасіреттерін ұмытып, жанын тыныштыққа бөлегендей болды. Ол кофесін ұрттап қойып, таңды таңға ұрып, сурет сала берді. Оның қылқаламы қағаз бетінде жаңа әлемді құрып, өткеннің ауыртпалығын ұмыттыра бастады. Қараңғы түнде үйдің ішінде бірде-бір дыбыс жоқ, тек қылғаламның қағаз бетінде қозғалған үні ғана естіледі. Әрбір сурет ол үшін ішкі әлемнің айнасы, әрбір сызық жаңадан ашылған есік еді. Бір сурет, екінші сурет, үшінші сурет. Сурет салған сайын ол сүр түске енген өмірін алуан түрлі ашық түстерге бояп жатқандай сезімде болды. Әрқайсысы оның өміріндегі жаңа бастаулардың, жаңа мүмкіндіктердің символы сияқты әсер қалдырды. Ол бұл күні таңға дейін сурет салды, шаршаған жоқ, өйткені оның жаны осыдан ғана қуат алатынын сезінді. Ал таң ата ұлпанның басқа қаладағы университетте оқитын жалғыз ұлы Мадияр келді. Пойыздан түсіп келіп тұрған беті ғой. Ол үйдің есігін ашып, ішке кіргенде бірден бірдеңенің өзгергенін сезді. Үйде әдеттегідей тыныштық жоқ еді. Бұл жолы ауа да өзгеше, бір энергия мен сергектік бардай көрінді. Ол бөлме ішінде еденде шашылып жатқан сурет салынған қағаздарды көріп, таңданысын жасыра алмады. Әрқайсысы тұтас бір дүние, тұтас бір әлем. Тым әдемі, тым өзгеше. Анасының мұндайда өнері барын бұрын соңды көрмеген. Анашым, мына суреттерді сіз салдыңыз ба? Деп сұрады ол, таң қалған күйде қолына бір суретті алып. Мұндай дүниелерді ол анасынан бұрын соңды көрмеген еді. Анасы осы кезге дейін сурет салуға деген құштарлығы туралы ештеңе айтпаған болатын. Мадияр таңданысын жасыра алмай,
суреттердің жай-жапсарын сұрады. Оның қолындағы суретте күн батып бара жатқан сұлу көрініс бейнеленген еді. Құстардың ұясына қайтуы, көк аспандағы ақ бұлттар мен күннің батуы, бәрі анасының қолынан шыққанына сенетін емес. Ұлпанның салған әр суретінде мән-мағына жатыр. Анасының нені жеткізбек болғанын Мадияр аса бір түсіне қойған жоқ. Тек әдемілікті көрді ол, әдемі көрініс. Ұлпан ұлының алдында ыңғайсызданып қалғаны да рас. Менің бұл өнерді ешқашан ешкімге көрсеткен емеспін. Өйткені бұл өзімнің ғана қалауым еді. Сондықтан бәрін ішімде сақтап жүрдім деді. Бояуларын шетке қойып, баласының жүзіне қарады. Анасының бұл кезде көзқарасы да тым басқаша еді. Көздері мейірім мен сұлулыққа тұнып, ерекше күлімдейді. Анасының көзінен терең мағына, жаңа бір нұрлы әлем көргендей болды. Мадияр анасының жауабынан кейін бір сәт үнсіз қалды. Ол қылғалам мен қағаздардың арасында отырып, анасының бұрын білмеген бір қырын көрді. Бұл тек суреттер емес, анасының өз ішіндегі құпиялары, ауыр сәттері мен жеңістері екенін ұқты. Әрбір суреттер сөйлеп жатыр. Бұл ұқпаса да, анасы салған суреттердің басқаларға айтары бар екенін түсінді. Ол бірер күннен соң өзінің әлеуметтік желідегі парақшасына анасының салған суретін жариялап көрмек болды. Алғашында тек достары мен таныстары қызығушылық танытса да, бірте-бірте суреттердің шынайы сұлулығы мен тереңдігі басқа да адамдардың жүректеріне жол таба бастады. Анашым, осы суреттеріңіздің бәрін кезекпен әлеуметтік желіге сала берейік. Адамдар қатты қызығатын сияқты, деді Мадияр, анасының жанын түсініп, өнерін алға жылжытудың жолын іздеп. Ұлпан осы кезде өз үшін жаңа өмірдің басталатындығын сезді. Бірақ көпшіліктің назарына түсінуден тартыншақтағаны бар. Десе де, баласының қолдауы оның жүрегінде сенімсіздікті сыпырып тастады. Менің суреттерім жай ғана әдемі картиналар ғой, өнер емес, деп күбірледі Ұлпан. Жоқ, анашым, бұл тек әдемі картиналар ғана емес, бұл өнер. Әр сурет өзінше бір әлем. Сол әлемнің әр бұрышын ашып, адамдарға көрсету керек, деген ұлының сөздерінен кейін ол келісім берді. Әлеуметтік желідегі пікірлер мен лайктар бірінен соң бірі ағылып келе жатқанда Ұлпанның жүрегі толқыды. Өз арманын орындау, өмірде шынайы болу, өнерге деген сүйіспеншілігін тұншықтырмай жарыққа шығарып, сол арқылы мадақ алу да бақыттың бір бөлшегі екен-ау. Ұлпан тәтті бір күйге бөленгені рас. Мұндай күйді бұрын-соңды ешқашан сезінген емес. Көзі шырақтай жанып, тынысы кеңейіп, қос қанаты көкке көтерілгендей күйге енді. Мадиярдың әлеуметтік желіге салған суреттері көпшіліктің көңілін баурап алды. Әлеуметтік желіде көркем өнердің жаңа бір дәуірі басталды. Ұлпанның жаны жай тауып, жаңа жол, жаңа мүмкіндіктерге қадам басты. Оның қолынан шыққан шедеврлер бірте-бірте танымалдылық әкеле бастады. Әлеуметтік желіде бұл суреттер тез тарап, қолдаулар мен пікірлер толастамады. Мадияр анасының қолынан шыққан әрбір суретті жаңа өнер туындысы ретінде жариялап, өнер сүйер қауымның назарына ұсынып отырды. Ұлпанның қылғаламды қолына алуы тек танымалдылық қана әкеліп қоймай, қаржысын да толықтыра бастады. Бәрінен де өзінің сүйіп жасаған ісі, өзін тануына жол ашып, ішкі дүниесіне салған суреттер арқылы сәуле төгіліп, әлемі жарқырай бастады. Суреттерінің бәрі оның ішкі құндылықтарын, табиғатпен байланысын, өткені мен болашақ арасындағы байланыс, сағыныш, өкініш сезімдерін білдіретін. Әрбір суретте жан дүниесі, армандары мен үміттері өрнектелген. Суреттер тек көркемдік қана емес, өзін табу, өмірдің мәнін түсіну жолындағы үлкен еңбек пен арпалыстың көрінісі болатын. Адам жанын әдемі түстермен, сызықтармен үйлестіріп көрсете алатын Ұлпан расында да тума талант екен. Суреттер арқылы ол өз өмірінің мәнін, арманын, ішкі қалауын әлемге жеткізіп, жаңа өмірге қадам басты. Өз әлемінде күйзелісімен арпалысып жүріп, осы уақытқа дейін ұлымен де ашық сырласпапты. Қарны тоқ, киімі көк,
қалтасында ақшасы болса болды деп, өмірде басқа да құндылықтар бар екені жайлы тақырып қозғамапты. Тіпті ұлының ішкі дүниесіне үңіліп те көрмеген екен. Ұлымен сырласып, оны да жаңадан танып отыр. Баласының сүйген қызы бар екен, сол қызға үйленгісі келеді. Сүйгені туралы айтса, көздерінде от лаулап, жылуы сыртқа ұратын осы отырысының көрінісі қандай ғажап еді. Танымал ғашық көздер туындысы осылай жарық көрген еді. Анашым, сіз сурет салуды бастағалы қатты өзгердіңіз ғой. Әрбір дүниеге, затқа, көрініске ғана емес, адам жанына да терең үңіліп қарайтын болыпсыз, деді терезе алдындағы қаладағы таңғы көрініске тамсана қарап отырған анасына. Мен сені түсінемін, ұлым. Әкемнің қылғаламы маған тек шығармашылық үшін емес, өмірге деген жаңа көзқарас берді. Бұрын тек материалдық дүниелерді ғана құнды деп санап келіппін. Дүкен мен үй, байлық пен сән-салтанат. Бірақ бұл күнде менің түсінігім өзгерді. Қылғалам мен үшін бәрінен де қымбат екенін сезіндім. Ол мені тыныштандырады, мен өзімді тануға шақырды. Сол арқылы ішкі дүниемді аштым. Осы кезге дейін аласұрып нені іздейтінімді білмейтінмін. Өзін-өзі тани алмаған адам өзгенің жанына қалай үңілсін? Керегімді таптым міне. Маған қажет дүние осы қылғаламның ұшында екен, деп жауап берді Ұлпан. Сіздің салған суреттеріңіз тек шығармашылық жұмыс қана емес, жан дүниеңіздің, жүрегіңіздің тыныштығын бейнелейді екен. Әкеңіздің қылғалам арқылы өзіңізді ғана емес, басқаларды да өзгерте аласыз. Үміт, жақсы көңіл күй сыйлайсыз оларға. Мұндай әдемі дүниелер елеусіз қалмау керек, өз бағасын алуы тиіс, деді. Баласын құшақтап, маңдайынан сүйген Ұлпанның көзіне жас үйірілді. Әкесі қалдырған қылғалам оның қолында жаңадан өмірге келіп, өмірді өзгертетін өнерге айналғандай секілді. Әкесінің оны қаншалықты бағалағанын, оның өзіне артқан үмітін ол енді ғана түсінгендей болды. Ұлпанның қылғаламы оның өміріндегі тыныштықтың, шығармашылықтың және қаржылық еркіндіктің кілтіне айналды. Бастапқыда қарапайым суреттер ғана болса, уақыт өте келе оның қолынан шыққан өнер туындылары үлкен сұранысқа ие болды. Суреттердің интернет дүкендерде қымбат бағаға сатылуы, оның еңбегінің бағалануы Ұлпанның шабытын шарықтата берді. Мадияр өзінің анасының суреттерінің бағасын арттырып, оны қоғамға танытудың нәтижесінде анасына үлкен мүмкіндіктер ашты. Әлеуметтік желілерде оның жұмыстары туралы жазбалар көбейіп, үлкен қызығушылығын тудырды. Суреттері әлемнің түкпір-түкпірінен сатып алынатын болды. Бірнеше айдан соң өнер галереясынан хабарласып, көрме ұйымдастыруға өз ұсыныстарын да білдіре бастады. Галереяда алғашқы көрмеге дайындық басталғанда Ұлпан қатты қобалжыды, бірақ мақсаты айқын болды. Өткен өміріндегі күйзелістер мен өкініштер артта қалды. Ол болашаққа сеніммен қадам басты. Әрбір сурет көрмеге келгендерді ерекше сезімге бөлейтін. Ол барлық қателіктерден, өкініштерден, қиындықтардан арылып, өзін-өзі таба бастаған жаңа адам ретінде танылды. Ұлпан тек суреттермен ғана емес, өзінің шынайы болмысымен елге танылды. Әлеуметтік желілерде танымалдықтың жаңа белесі басталып, оның суреттеріне қызығушылық күн сайын көбейе түсті. Көрмелер мен сатылымдар оны әрі қарай алға жетеледі. Ұлпан салған суреттері осыншалықты танымалдылық әкеледі деп ойламаған еді. Ол бар жоғы жүрегін қысқан, жанын қинаған бір белгісіз сезімді сыртқа шығарғысы ғана келіп еді. Ұлпан алғашында әкесінің мұраға қалдырған заттың құндылығын түсінбеген еді. Бірақ уақыт өткен сайын ол өз қолында қылғаламның шын мәнінде құнды құрал екенін сезінді. Әрбір сурет пен әрбір туынды оның жүрегінде үлкен толқу мен мақтаныш сезімін тудырды. Кезінде бұл салада ешкімнен қолдау көрмей, өмірде адасып еді, ал баласының қолдауы оның сенімін одан әрі арттырды. Әкесі қалдырған дүкен мен үйдің орнына оның шынайы байлығы, өзінің өнері мен жүрегінен шыққан суреттері болды. Ұлпан әкесінің қылғаламын алғаш қолына алған кезде
оның құнды дүние екенін сол кезде сезген жоқ. Ол мұраны бір жай ғана зат ретінде қабылдағаны рас. Тіпті сол үшін өкпелеген де әкесі қалдырған дүкен мен үйді үлкен бақыт деп санап, солардың ішінде өмір сүрудің мәні бар деп ойлаған. Бірақ бұл күнде суреттері көпшілікке таныла бастаған кезде оған басқа әлемнің есігі ашылды. Ұлпан әкесі қалдырған қылғаламды қолына алған сайын оның сиқырлы күші барын сезінеді. Әкешім, сен қалдырған қылғалам мені жан дүниемді түсінуге, өзімді тауып, шынайы болмысымды көрсетуге жетелейтін құдіретті күшке айналды. Қылғалам арқылы мен үлкен жаңа үйді де, саудасы дүрілдеген дүкенді де сатып алуға мүмкіндікке ие болдым. Маған жай ғана қылғалам ғана емес, баға жетпес байлық қалдырғаныңды енді түсіндім деген сөздерді айтуы мұң екен. Бүкіл ауыртпалықтары мен бойын мазалаған беймәлім сезімдер мұны босатқандай болды. Қылғалам оған тек өнерді емес, өмірді сүрудің жаңа мәнін берді. Ол байлықты басқа қырынан көре бастады. Әкесінің қолынан өткен қылғалам оның тек түстерді араластыруға ғана емес, өзі өмір сүріп жатқан әлемді де түзеуге мүмкіндік берген құндылық болды. Ол шын мәнінде бай екенін сезінді. Қазір ол дүкен мен үйдің салтанатына, олардың сыртқы құндылығына емес, ішкі жан тыныштығына, өзін өзі түсінуге және өзінің шығармашылығын ашуға мән беретін болды. Әкесінің қылғаламы енді оның өмірінің ең бағалы мұрасына айналды. Дүкен мен үй оны өткен өміріне байланыстыратын бір белгі болса, қылғалам оның болашаққа деген нұсқаушысы, ішкі бостандығы мен шығармашылығының ашылуының кілті болды. Шынайы бақыт пен байлық адамның жан дүниесінің тыныштығы мен қиялының еркіндігі екен. Әңгіменің соңы. Автор Бибі Мерген. Мінекей, елге танымал суретші ханымның өмірінің үзік сырларымен таныс болдыңыздар, құрметті тыңдарман. Әңгімені соңына дейін тыңдап, лайк басып, пікір жазып, қолдап отырған баршаңызға алғыс айтамыз.